Amansınlar mı, aman özündер mi? Men azdap tағы da бүгін 25-і, 11-ci ay, 24-ci жыл тағы да үкімет үйіне жолдама жасап жіберем. Рұқсат болса, дұрыс па? Бізге кеше жалған ақпарат беріп жатыр деп УКНИПа басшылығы бізге қарсы ответ берген. Соған тағы қайта қарсы ответ жіберем. Бірақ голосовойды адамдардың атын айтпаймын сендерге. Неге десек, КМБ уақытта прокуратура, акимат замешін берді. Ана адамдардың атын жариялайтын болсам, бала шағасына қауіп төндіріп, сол сөзден айтпаймын. Бола ма? Ал жетті, кеттік. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Біз Қазақстан мұнайшылары Жаңаөзен бізге теріс ақпарат жіберіп жатқандарға тағы да ескерте кетейік. Қала халқына да бізде түгел ақпарат бар. УПСП-1, УПСП-2, цех перекачка үшеуінде майы сағатына плюс 325-те 566 заключенесі сағатына артық мұнай беріп жатыр. Тонна мұнай 325 мың тонна 566 артық мұнай орындап жатыр. Годовой планды жауып тастады уже. Кеше ұрлық тоқталынан кейін тағы көбейеді енді. Ендігі жылы планына кетіп барды. Тағы да Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тезірек бізге генеральный прокуратура, полиция бәрін жоғарыдан жіберуіміз керек. Біздің облыс, қалалық бәрі замешін бұл жерде. Сол сөзден айтып отырмын. Қаланың әкімін, облыстың әкімін, қазынайгазы басшылығын түгел тазалау керек. Түнде қыспақ басталды аздап. Жігіттер көрсіңдер ғой. Енді тағы қыспақ басталады бізге. Сол сөзден тездетіп жіберің адамдарыңызды. Ертең Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев құсап естімеді деп отырмаңдар. Бізге айтқан жоқ, бізге басқа ақпарат бар деген әңгіме болмасын. Айналып тұр мына. Сол сөзден айтып отыр. Бізге 1000 жігіт отыр. 20 шақты екінші кәсіподақтың адамдары сосын құлаққа жұмыстан жүр. 30 бар жоғы шыққаны. Біздің ақпарат бойынша. Ал өтірік ақпарат беріп, жұмысқа шықты деген ол жалған. Солай ма жігіттер? Сол сөзден тездетіп бізге басшылықтан, прокуратурадан, аппарат президенттен адамдар жіберіңіз. Осы күнгі аттан. Сосын жігіттер, кредиті бар. Басқа да қауесеттерге ермеңдер. План жабылап, жалақы төленеді. Оның себебін айтайын. 22 жылы қаңтарда болған оқиға. Оны Қазмұнайгаз басшылығы жасады. Сол кезде біздің жалақымызды 100% төлеген есіңізде ма? Дәл сондай болып біздің жалақымыз төленеді осы айда да. Сол сөзден айта жүрім айналарыңызға. Осыған банка әзірге үзіліс, финанстағы жалғасылып қалуда. Сау болыңыздар, құрметті ағайын. 25-і 10-шы 2024 жыл